Дүниетану сабақтың тақырыбы адамдардың алғашқы қоныстары қашан және қалай пайда болды. Оқу мақсаты адамдардың табиғи жағдайларға байланысты орналасуын талдау. Рельеф, климат, өсімдіктер мен жануарлар әлемі, су нысандары. Бұл жерде рельефте отырғаны жер бедерін айтады. Климат дегеніміз жергілікті жердің ауа райы. Өсімдіктер мен жануарлар әлемін білеміз. Олардың адамдарға қанша қажеттігі болғанын жақсы түсінеміз деп ойлаймын. Су нысандары бұлақ, өзен, мұхит, теңіз, көл екенін әрине сен білесің. 70-ші бет оқулығындағы суретке қара. Қалай ойлайсың? Екі суреттің қайсысы адамның өмір сүруіне қолайлы болады деп ойлайсың? Неге? Ойыңды тұжырымдап айтуға дайындал. Егер де саған осы екі жердің қайсысына барасың десе, сен қай суретті тұрған орнын таңдар едің? Ертеде адамдар өсімдіктері мол және жануарлары көп мекендерді таңдаған. Еліміздің оңтүстігі мен солтүстігіне көбірек қоныстанған. Неге? Адамдар ежелден өзен бойында, көлдің жағалауына, таудың етегінде, не баурайында өмір сүру үшін қоныс еткен. Ұлы жібек жолын білеміз. Ұлы жібек жолы біздің еліміздің оңтүстігінен өткен. Сол жерлерде саудагерлер тоқтап сауда жасаған. Адам көбейген соң қалалар пайда болған. Қазірде оңтүстікте халық көп орналасқан. Қалай ойлайсың? Ұлы жібек жолы бойында қалалар болған ба, әлде болмаған ба? Әрине болған. Өйткені адам көп жерде тірлік болады. Ал тірлік бар жерде үлкен орындар, сауда кешендері, үйлер салынады, қамалдар салынады. Сондықтан да Ұлы жібек жолы ежелгі қалалардың ұзақ жолы деп айтуға да болады. Оқулығыңдағы 71-ші беттегі картаға қара. Бұл карта біздің еліміз Қазақстанның картасы. Енді картамен жұмыс істейік. Ол үшін қолыңа қара қарындашыңды және сызғышыңды ал. Картаны плюс кейпіндегі 4 бөлікке бөл. Картаның жоғарғы жағы солтүстікті көрсетеді. Картаның төменгі жағы оңтүстікті көрсетеді. Картаның сол жағы батысты көрсетеді, ал оң жағы шығысты көрсетеді. Енді картаңа дұрыс қарашы. Көрсең, оңтүстікте қалалардың көбі бар екенін білдік. Оңтүстікте Қызылорда, Сығанақ, Созақ, Түркістан, Тараз, Ясы, Отырар, Шымкент, Құлан, Баласағұн, Алматы, Талдықорған атты қалалардың орналасқанын көрдің. Бұл қалалар Ұлы жібек жолы бойында орналасқан. Бұл қалалардың кейбірі қазір жоқ. Тек қана олардың орны ғана қалған. Ал кейбіреулері қазірге дейін өркендеп өсіп жатыр. Осының ішіндегі Шымкент және Алматы қалалары үлкен мегаполиске айналған. Ондағы халықтың саны миллионнан асады. Ежелгі әдемі қалалардың бірі Түркістан, Тараз, Сығанақ, ал Отырар қаласын Шыңғысханның жойып жібергенін тарихтан бесенеден белгілеген тағы білеміз. Ал біздің батыста қандай тарихи қала бар? Ол қала біздің ауылымыздың іргесінде. Ата-анаңнан сұрап біл. Сонымен адамдар неліктен жануарлары көп,
өсімдіктері мол өңірлерді таңдаған. Өйткені адамдар өмір сүргенде олар өз азығын, өз тамағын, өзінің күн көрісінің жайына қарай өсімдіктер мен жануарлары мол болатын оңтүстік өңірлерді таңдаған және су бар, балығы мол, егін егуге қолайлы жерлерді мекен еткен екен. Картаңды жұмысын одан әрі жалғастыр. Қолыңа қарындашыңды ал. Ұлы жібек жолының бағытымен жүрші. Қызыл нұсқағышты серік ет. Қалалардың атын атап отырып жүріп өт. Бұл сенің ата-бабалар салған жолмен жүрген саяхатың болсын. Дәл осы жолдармен біздің ата-бабаларымыз түйеге жүк артып, ат шаршатып жүріп өткен. Енді ескі көне қалалар Түркістан, Шымкент, Тараз, Алматы не себепті пайда болған? Осы сұраққа ойланып көр. Бұл қалалардың пайда болуына не себеп болды деп ойлайсың?